Армысыздар, құрметті әріптестер, қайырлы күн ұстаздар. Бүгін сіздермен күнделік кезет мектепшілік бақылау жоспары бойынша видео нұсқаулық көрсететін боламын. Көп сөзбай ендеше бастайық. Мен мектеп администраторымын, өзім атыма кіріп отырмын. Қазір менің бірінші іс-әрекетім мектептің завучтарын осы мектепшілік бақылау жоспарына қосамын. Менің мектебім бұл мұғалімдер қатысы жоқ, мұғалімдер қазір алда уақытта айтатын боламын. Адамдар, орынбасарлар, мысалы, мына кісіні қазір мен мектепшілік бақылау жоспарына қосамын. Алда уақытта ол кісі жұмыс жасайды деген сияқты. Сол кісінің атына страницасы ашылды. Оң жақ төмен жағын қарасаңыздар, мына жерде қосымша құқықтар, яғни мектепшілік бақылау жоспарымен жұмыс, бақылау парақтарымен жұмыс. Осы екеуіне галочка ұрасыздар, сақтау батырмасын басасыздар. Енді бұл кісіге сондай мәртебе берілді, мектепшілік бақылау жоспарына тапсырмалар бере алады мұғалімдерге немесе сынып жетекшілерге деген сияқты. Енді осы кісінің атынан кіремін және бір мұғалімге бір тапсырма беріп көрейін. Шығамын, қазір өзім атынан шығып жатырмын. Завуч кісінің атынан кіремін. Сол кісінің атынан кірдім. Енді ол кісінің іс-әрекеті, яғни завучтың жұмыс жасайды, осы жұмыс жасайды, журналдар басады, мектепшілік бақылау жоспарына кіреді. По умолчанию 2025-26 оқу жылы деп тұр, бұған тимейміз. Енді әр завуч өзінің жаңағыдай осы бөлімдермен жұмыс жасай алады деген сияқты. Қазір мен тәрбие үрдісінің процесінің өткізілетін іс-шаралар сапасын бақылау бөліміне кіремін. Бақылау тақырыбын жазады, бақылау мақсатын жазады, бақылау объектісін жазады, бақылау түрі, бақылау әдістері деген сияқты графаларды толтырып, сәйкесінше мұғалімге, сынып жетекшіге тапсырма береді. Мен қазір мына жерде бір сөзді көшіріп ала салайын. Мен қазір әзірше пример ретінде жасаймын. Бақылау тақырыбын қосу батырмасын басады. Мына бес графаны көшіріп алған сөздермен толтырып шығып жатырмын. Негізі тәрбие жаңа завучтер өздері жасайды. Тақырыбын көрсетеді ғой, енді мен қазір уақыттан ұтылмау үшін тез толтырып шығып жатырмын. Осы графаларды толтырады, ең соңында қарау орнына осы жерге жазады. Енді бұл жерде мәселе бүгін 26-09. Бір күнді көрсетпеу керек, өйткені орындайтын адамға уақыты өтіп кетті. Мұғалімге, сынып жетекшісіне тапсырма бергенде бір күнді көрсетсеңіздер, уақыты өтіп кетті деп шығып тұрады, оны орындай алмайды. 26-нан, яғни бүгін 26-сы 30 аралығын алайын, 5 күн. Сақтау батырмасын басайын. Осы 5 күннің аралығында мұғалім тапсырманы орындап салу керек. Қосу батырмасында бұл жерде сәйкесінше кімге беріп жатыр, сол мұғалім аты жөні көрсетіледі. Қазір мен өзіме берейін. Міне, осы мұғалімге бердім. Тағы қосымша қосу деп басқа мұғалімдерді қоса беруге болады. Бір тапсырманы бірнеше мұғалімге беруге болады деген сияқты. Енді соңғысы мына құс белгіні басамыз, галочканы басамыз. Жариялау деп шықты. Жариялауды басу керек. Жариялауды баспаса, тапсырма алатын мұғалімі келіп түспейді осы тапсырма. Жариялауды басамыз, міне осымен тапсырма берілді. Енді қазір мен мұғалім ретінде қазір өзім атына кіремін. Сол кезде маған осы кісінің маған берген тапсырмасы шығып тұрады деген сөз. Қазір мен күнделік кезеттен шығып, өзімнің күнделік кезетіме кіріп жатырмын. Так. Мұғалімдерге дәл осылай тапсырма келіп түсіп тұрады. Неге қазір мен күнделік кезетке кірдім. Мектепшілік бақылау жоспары, іс-шаралар бойынша есептерді жіберіңіз дейді. Көрдіңіз бе, маған қазір келіп түсті. Қарап шығу батырмасын басамын. Қарап шығу. Міне, 26-сы бүгіннен 30-на дейін деп жаңа бергенмін. Осы аралықта орындап жіберу керек. Қарап шығу батырмасын басамын. Мына жерде орындалу туралы есеп. Мынаны біртіндеп оқып шықсаңыздар болады. Бұл жерде бақылау мақсаты, объектісі, бақылау түрі. Мен қазір бір сөзді жаздым, бәріне осы жерде әрқандай өз тапсырма беруші, жаңа завуч кісі толтырып жібереді. Соған байланысты сіздер тапсырмаларыңызды орындап жібересіздер, электронды түрде. Басқарушылық шешім, қосымша сипаттама
тіркелген файлдар. Мына жерге қазір по умолчанию жаңа жазған сөзімді жаза салайын. Сіздер осыны қарап мұғалімдер немесе жаңа сынып жетекшілер толтырасыздар. Файлыңыз болуы мүмкін, сіздің мектепшілік жаңа іс-шара не болуы мүмкін, тапсырмалар болады. Мысалы, соның ішінде сіздер файлдарыңыз бар, ішінде суреті болуы мүмкін, протоколы болуы мүмкін, тапсырмалар болуы мүмкін, дегі сипаттамалар болуы мүмкін. Сол файлыңызда Word күйінде болуы мүмкін, мысалы, форма күйінде болуы мүмкін, электронды Excel, PDF түрінде болуы мүмкін, сурет түрінде болуы мүмкін. Сол файлыңыз 5 мегабайттан аспау керек. Осы жерге соны жүктейміз. Үстінен бір рет басамыз. Қазір менде загрузкада бір документ тұр, соны мен Word күйінше тұр екен, соны жүктеп жатырмын. Яғни мұғалімнің іс-әрекеті болып жатыр бұл жерде. Міне мен файлым жүктелді. Енді есепті жіберу батырмасын басамын. Мінекей, орындалды деді. Қазір менің жұмысым аяқталды. Яғни завучшы ағайдың жіберген тапсырмасын сынып жетекші немесе мұғалім орындады қазір. Осымен мұғалімнің жұмысы аяқталады. Қазір мен қайтадан шығамын. Тәрбие завучының логин паролін теріп қайтадан кіремін. Ол кісі тексеріп алу керек. Кірдім. Енді журналдар батырмасын басамын. Тура жаңағыдай мектепшілік бақылау жоспары. Бізде тәрбие үрдісінің процесіне кіреміз. Осы пункт бойынша берді ғой задачаны. Енді қараңыздар, менің берген жаңағы 26-30 аралық, мына аралық, осы аралықта мына ағай тапсырма берді, яғни мен ғой бұл. Енді мынаны бассаңыздар, менің жүктелген жаңағыдай документім осыны ашып көруге болады, тексеріп. Одан соң ең соңында іс-әрекеті завучтың орындалды пәрмені басады, сонда жасылға айналды. Осымен жұмыс толықтай аяқталды деген сөз. Бұл жерде тағы айта кетейін, тәрбие завучы тапсырма берді, тиісінше мұғаліміне келіп түсті, күнделік кезекке кіріп оны толтырып пункттерін өзінің құжатын жүктеді. Сосын отправить етіп жерде жіберу батырмасын басты. Ал қайтадан тәрбие завучы соны тексеріп алды. Осындай қадамдардан тұрады. Қазір менен жалған жасадым ғой, түсінікті түсіндіру үшін. Енді осыны тәрбие завучы өзі жойып жіберсе де болады. Егер жаңағыдай қате тапсырма енгізеді кейде, сондай болған жағдайда қайтадан жойып жіберуге болады. Жариялаудан алып тастайды бірінші, сосын жою. Өңдесе де болады, мен қазір жойып жібердім. Міне осындай мектепшілік бақылау жоспары осылай жүзеге асады екен. Түсінікті деп ойлаймын. Аман сау болыңыздар.